Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге қарапайым рецептпен жасалатын пончиктің жасалу жолын көрсететін боламын. Бізге қажетті бұның құрамының бәрін осы видеоның астына жазып кететін боламын. Ең алдымен жылы сүт, қант, жылы ерітілген сары май және ашытқыны салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді жұмыртқаны саламыз, бұны да жақсылап араластырып аламыз. Ұнды салар алдын міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Қамырды жұмсақ қылып илеп аламыз. Дәл осылай бетін жауып, жылы жерге орап қоямыз. 1 сағаттай тұруы қажет. 1 сағатта өзі көтеріліп ашитын болады. Қамыр 1 сағатта ашып дайын болды. Дәл осылай көтеріледі. Қамырды қатты жұқа қылмай жайып аламыз. Егерде сіздерде де форма жасайтын қалыптарыңыз болмаса, дәл осындай мен сияқты стаканның көмегімен жасап алсаңыздар болады. Ортасындағы домалақты дәл осы насадканың көмегімен жасап алдым. Дайын болған қамырларды бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Кішкене көтеріледі. 10 минуттан кейін қызып тұрған майда екі бетін қызартып, бауырсақ сияқты пісіріп аламыз. Пончиктардың барлығын пісіріп дайындап алдық. Өте жұмсақ болды. Бұның астына салфетка төсеп, майын сіңдіріп аласыздар. Енді бетіне шоколад жағамыз. Шоколадын дайындау үшін өзімізге қажетті шоколад пен сары майды алып, ерітіп аламыз. Қатты еріп кетпеуі керек. Шоколадты ерітіп алған соң қатты ыстық күйінде қолданбау керек. Кішкене жылы күйінде дәл осылай видеодағыдай батырып дайындап аламыз. Бетін әсемдеу үшін неше түрлі кондитердің өнімдерді қолдансаңыздар болады. Мен өзім осы түрін қолдандым. Дәл осы рецепт бойынша сіздер де жасап көріңіздер. Балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады.